Ұрпағына ұран болған аналар кітабынан үзінді. Тәтті бике, авторы Шәрбану Бейсенова. Бұл өзі ертеректе 15 ғасырдың аяғында, 16 ғасырдың басында қазақ елдігінің тірегі шайқалмай, жоңғар қалмақтарының шабуылы онша өршімей тұрған кезде болған оқиға деседі. Қаратаудың күнгей бетінде Шымыр руының Шыңғожа атасының Қырғызәлі баласы көп малымен жайлауда болып, күздің аяғына таман Тәшкен айналасындағы қыстауға көшуге ыңғайланып жатқан кез екен. Бай Қырғызәлі тете өскен ұлдары Қалымбет пен Қазымбетті үйлендірмекші болып үлкен тойға дайындалу үстінде екен. Болашақ екі келіні үшін 247-ні матап айдап, қалың малдарынан түгел құтылып қойған. Мұндай жағдайда күйеу жігіттерінің қайын аталарының ауылына ұрын барып, қалыңдық ойнауға құқы бар. Бұл қазақтың ескі салты. Сол Қырғызәлінің ұлының бірі Қалымбет қалыңдығының ауылында жүргенде ауырып қалады да, інісі Қазымбет келіншегін бұрын түсіреді. Ал Қалымбет қайната ауылында өзін айналдырған дерттен қайтыс болып, айттырған қалыңдығы Тәтті бике ақ босағаны аттап үлгерместен қара жамылады. Тәтті бике ақылына көркі сай, ерік жігері мықты, намысты, батылдығы батыр жігітке бергісіз болып өсіпті. Міне, енді Тәтті бике айттырылған күйеуінің найзасына қаралы шашақ тағып, ақ отауының қасына байлайды. Басқа қару жарағын отауының ішіне іліп қояды. Сөйтіп жыл өтеді. Қалымбетке ас берілетін болып, Тәтті бике ауылының игі шақсылары, бас көтерер азаматтары құда ауылына асты өткізуге аттанады. Жылқылы бай ауылдың осы бір оңтайлы сәтін аңдаған бірнеше ұры жігіт шеткі бір үйден сусын ішіп, жай жапсарды біліп алып, кештете қыруар малды алдына салып қуа жөнеледі. Малды қайырған екі жылқышыны өлтіріп кетеді. Осыны естіген қаралы қалыңдық Тәтті бике қаза болған күйеуінің сауытын киіп, құрал сайманын асынып, құйрық жалды күзелген қарал атқа мініп, қарақшылардың артынан қуады. Ұрылар Тәтті бикенің қыз екенін білмей, қуып келе жатқан оған найза салады. Жасынан әскери тәсілге машықтанған қыз көк сүңгілерді денесіне дарытпай, бір ұрыны найзамен түйреп өлтіреді, екіншісін аттан құлатып түсіреді. Қалғаны қашып кетеді. Қыз өлікті тірі қарақшының алдына өңгертіп, ауылына алып келеді. Шұрқыраған қалың жылқылар ұрылардың құлқынынан аман қалады. Малға жау шапқанын естіген қыпшақтар ауылына оралғанда, екі қарақшының бірін өлідей, екіншісін тірідей байлап әкелген қаралы Тәтті бикені құрметпен қарсы алады. Ол кезде үйленіп үлгермей өлген күйеуіне бір жылдан соң ас берілісімен қалыңдықтың тағдыры шешілетін болған. Сөйтіп, қыршын кеткен ұлының алдындағы қарызын өтеген Қырғызәлі кенже ұлы Қазымбетпен бірге Тәтті бикенің ауылына келеді. Қазақтың салты бойынша айттырған жігіті өлген қалыңдық сол елдің бір жігітіне күйеуге шығуға тиіс. Ал осы жағдайда Тәтті бике қайнысы Қазымбетке тұрмысқа шығуы керек болған. Екі бірдей қарақшыны ұстап алып келген қызына риза болған Тәтті бикенің әкесі қызына толық бостандық береді. Бұл дегеніміз, қыздың тағдыры өз қолында. Қыз кімге күйеуге шығамын десе де, еркі өзінде деген сөз. Егер Тәтті бике қайнысына ерге шықпаймын десе де, өзі біледі. Мұндай жағдайда қыздың әкесі құдадан алған қалың малды түгел қайтаруға тиіс. Ал қыз бұлай жасаса, Қырғызәлі үшін, оның туған туысқандары үшін бұл сүйекке түскен таңба болар еді. Өйткені онда жесір Шыңғожа ауылын менсінбеген болып саналар еді. Осы жайды анық ұғынған Тәтті бике өзінің туғандарын және қайын жұртының игі жақсыларын, қайнысын жас жұбайымен шақыртады. Шақырған адамдары түгел келген соң, қыздың әкесі құдаларына Тәтті бикенің басына еркіндік берілгендігін, ендігі қалау тек қыздың өзінде екенін айтады. Тәтті бике шешімін ел алдында былай жеткізеді. Туған елім, қалың берген қайын жұртым, қара жамылған қалыңдық болсам да сөйлемеске лажым жоқ. Ең әуелі әкеме қояр шартым бар, келіссе ғана айтамын, дейді. Қызым, кез келген жігіттің қолынан келе бермейтін ерлікті жасадың.
Қандай шартың болса да қабыл алдым. Сөйлей бер, дейді әкесі. Онда әлгі малыңды айдап әкетпекші болған қарақшыны ел алдына әкелсін. Ол менің қыз екенімді білсін, дейді. Ұрыны ел алдына алып келген соң, Тәттібеке оған былай дейді. Әй қарақшы, ауылымызға келіп, асымызды ішіп алғаннан соң басынып, малымызға ие болғыларың келді. 2 жылқышымызды да өлтірдіңдер. Енді сенің өмірің менің қолымда. Өлтірем бе, әлде құлағыңды құнтитып кесіп құл етемін бе, бұл менің еркімде. Менің қыз екенімді көріп тұрсың. Енді менің саған қояр талабым мынадай. Біздің жазықсыз өлген жылқышылардың бала шағасына құнын төлеңдер. Әр қайсына 1 үйір жылқыдан, әр үйірде 15-20 жылқы болады. Төлейсіңдер. Ал сендерден өлген қарақшыға құн төленбейді. Өйткені сендер адамымызды жазықсыз өлтіріп, малымызды айдап кеткілерің келді. Осы айтқандарымды жарты айдың ішінде орындай алатын болсаң, еліңе жіберем. Егер орындай алмасаң, еліңді шауып, күшпен жауласып, малдарыңды тартып аламын, депті. О, айналайын, үкіміңе құлдық, айтқаныңның бәрін уақытында орындаймын, деп қарақшы ант беріпті. Тәттібеке енді қайын жұртының алдында өз талабын қояды. Аллаға аян, балаларыңыз қалың бетті, Құдайдың өз алды. Ара түсер амал болмады. 1 жыл аруағын күтіп, асы берілген соң, әкем бас бостандығымды өзіме беріп отыр. Мен сіздердің елге келін боп түсу үшін алдымен Қасымбек пен оның жас жұбайына қояр шартым бар. Соған келіссе ғана әмеңгерімнің ауылына барамын. Қырғызәлі де, оның 2-ші ұлы Қасымбек те, келіншегі де, айтыңыз, деседі. Аталарыңыз құда түскенде, құйрық бауыр жегенде, мен ата-анамның қалауына көнгенде, тоқал болу үшін көнген жоқ едім. Ол ешкімнің де ойында жоқ еді. Қалымбет мырза тірі болғанда ауылдарыңызға үлкен абысын болып түсетін едім. Абысын тату болса, ас көп. Ағайын тату болса, ат көп деген жол жіңішке әйел болып жаратылыппын. Қазыметке әшейін ғана ерге шыға қалсам, тоқал атанамын. Күндес боламын. Ал бір еркектен туса да, 2 әйелдің балалары 2 рулы ел болып жүр. Менің тоқал болып, бәйбішеден таяқ жегім келмейді. Құрбым, сен мені абысындай қабылдап, байыңды қызғанбасаң ғана ауылдарыңа барамын. Түскен үйімнің босағасын Қазымбеттің емес, ағасы Қалымбеттің босағасы деп аттаймын. Өзің бойың қарағайдың талшыбығындай бұралған сұңғақ келіншек екенсің. Көрген аяным, сен де 2 ұл табасың, мен де 2 ұл табамын. Сол тапқан балаларымыз да қарағайдай болып өседі. Сенен туған 2 ұл, олардың ұрпақтары бай да, батыр да болар. Қасқайғырдың құлыны ең болмаса төбел болып туады дейді. Бәйдібек, Дулатбектердің ұрпақсыздар. Жігіттің жақсы болмағы нағашысынан, үйдің жақсы болмағы ағашынан дегендей, аралас құралас жақсы елдің қыздарын алса, сенен өрбіген ер балалардан биде, бекте туар. Әрі сауық сайраншыл келер. Ал менен туған 2 ұл да, олардың үрім бұтағы да, бай да, батыр да болумен қатар, еліне билігі, бектігі арылмас құт болар. Билік пен бектіктің жөні бір басқа. Бақтың ұлылығы да сол бектік пен билік. Би мен бектің алдына бармайтын жан жоқ. Басқа қонған бақты тек ынтымақты ағайындар ғана ұстап тұра алады. Төмене тек ұрғашы болсам да, батырлығым да, байлығым да бір басыма жетеді. Алып анадан туады. Сондықтан да болашақ ұрпақтың қамымен күндес болмай, абысын болуды қаладым, депті сонда Тәттібеке. Қасымбектің әйелі жұрт алдында Тәттібекенің шартына келісіп, күндес емес, абысындай болуға ант беріпті. Әңгіменің соңы. Құрметті тыңдарман, арнаға тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдыра кетіңіз.